Қайырлы кеш, құрметті көрермендер. Бүгін біздің қонақта медицина ғылымының докторы, медицина 40 жыл тәжірибесі бар Уатхан Сайфуллин. Ал неге бір адамдар қан қысымы мысалы 160-180-ден көтерілсе сезбейді, жап-жақсы жүре береді. Ал біреуінде 140-қа көтерілсе басын көтере алмай жатып қалады. Давление қан қысымы көтерілген кезде бастың ауырғаны өте жақсы сигнал. Демек, қан қысымы көтерілген кезде саған жақсы сигнал берген дереу, дәрішпесең болмайды, байқа деген. Бұндай адамдар ең қауіпті. Инсультит арқылы. Адамда бір қолында қан қысымы, екі қолында қан қысымы сәл-сәл екі түрлі болады. Бұл неге олай болады? Кейбіреуінде даже арасы көп болды. 20-ға айырмашылық береді. Оның бірінші себебі қан қысымын өлшейтін сол жаңағы тонометрдің жұмыс істеу механизміне байланысты нәрсе. Ол міндетті түрде екі түрлі шығады. Бұл жаңағы аппараттың қызмет істеу механизміне де байланысты. Бұл мүмкін және екі білекте қан қысымының айырмашылығынан да болуы мүмкін. Себебі екі білекті тең өлшегенде үш рет өлшеу керек болады. Бұның себебі мен былай ойлап жүрмін. Мысалы, ақ халат ауруы дейтін ауру болады. Білесің ғой, дәрігерлерді көрген кезде, ақ халатты көрген кезде өзінен өзі бір ішінен қобалжып өстіп кететін. Бұл кәдімгі ғылыми термин бұл. Қан қысымымен шалдыратын халқымызға қандай тамақ жеуді және қандай тамақ жемеуді? Ұлттық тағам мәдениетіміз біз айтқан, біз армандаған тағамға жақын келе қоймай оңайлықпен. Және де осы бізде қымыз, саумал өте пайдалы дейді. Ал осы қымыз, саумал біздер қан қысымына әсер ете ме? Бұл жерде бір нәрсені ашық айту керек. Қымызды біздің халықтың біраз бөлігі, бәрі деп айтпаймын, дәрі деп есептейді. Қымыз дәрі емес. Ол қазақ халқының, бұлай үлкен масштабта айтатын болса, түркі халықтарының жақсы сүйсініп ішетін сусыны. Қымыз немесе саумалдың құрамында жаңағы адам организміне зиянды майлар аздау. Сен қымыздың бетін, піскен қымыздың бетін ашып қарайтын болсаң, қара түйіршік май пайда болады. Сол балықтың майымен ұқсас, көп қанып қалған май қышқылдар. Сонымен бірге қымыздың құрамында лактоза көп болады. Сондықтан ол май аз болғаннан кейін басқа түйенің шұбаттарымен салыстырғанда сұйық көрінеді. И организмге жаңа көп қанып қалған май қышқылдарының пайдасы болады. Қымыз осы тұрғыдан алғанда жақсы ішімдік, бірақ оны қан қысымын реттейтін дәрі деп ішу ол қате. Ал саумалмен қандай айырмашылығы бар? Саумалмен айырмашылық жаңағы лактоза деген қан бар ғой, біздің сүттің ішінде болатын лактоза, ол қымыз қайланған кезде спирттік ашу деген процесс бар биохимияда. Енді бұл мен барлығын түсіндіріп отырмай ақ қой. Спирттік ашу процесс арқылы ол жерде алкоголь пайда болады. Спирт пайда болады. Ал басқа қарапайым түгендегі алкоголь қан қысымын көтереді. Ал қымыз көтермей ме? Көтереді. Көтеретін адамдар әрине көтереді. Себебі ол сенің ішу деңгейіне байланысты. Мен енді нақтылы зерттеп бұны анықтап көрмедім. Қымыздың құрамындағы алкогольдің мөлшері кем дегенде пивадан аз емес деп ойлаймын. Аз емес деп ойлаймын. Бірақ нақтылы зерттеу керек. Демек оның ішінде спирт бар. Демек, саумалды ішкен дұрыс. Енді саумалды ішкен әрине дұрыс. Саумалды ішкенде лактоза деген дисахаридтің әсерінен көп адамдарда оны ыдырататын лактаза ферментінің болмауына байланысты іші қорылдап, анау дисахарид қой. Ішекте ол екіге бөлінбегеннен кейін ішектегі осмостық қысымды көтереді, іші өтіп іші қорылдап кететін себебі сол. Осы саумал ішіп, асқазанымыз жеңілдетейік деп ішкен дұрыс па? Көп адам сөйтіп ішеді да, салмақ тастайық дейді, басқа ішектегі шлактар деп айтады, қарапайым шлактарды тазалайық дейді. Сол қаншалықты дұрыс ағып? Бізде қан қысымынан ауытқып кеттік, бірақ сонда да саумал ішу арқылы асқазанды жеңілдетейік деген нәрсе, бұл қазіргі батыстың біз айтатын медициналық көзқарасындағы сөз емес бұл. Бұл халықтық емдеудің категориясына кіреді. Ал халықтық емдеудегі көптеген нәрсені сен медициналық халықты механизмін түсіндіре алмайсың. Кейбір адамдар
ішкеннен кейін мүмкін рухани себептен де болар. Қымыз ішкеннен асқазаным жеңілдеп, жап-жақсы болып қалды, бір ай қымыз жегенім сергіп дейді. Ал сенің шүмелтірігін қалай дәлелдейсің? Ол өзінің сезімі жоғалды солай әсер етіп тұр ма? Бұны бір нәрсе дей алмаймыз. Жақсы. Енді қайтадан тақырыбымызға көшейік, қан қысымы. Енді соңында қандай асқынуларға алып келеді, соны айтсаңыз, жаңағы инфаркт, инсульт, таудан басқа қандай инфаркт, инсультқа шалдыратын адамдар қайсысы көбінесе қатерлі топта, осы жалпы асқыну жайлы айтсақ. Қан қысымының ең үлкен келтіріп шығаратын зияны ол рахмет, түсінікті. Енді 30, 35, 40 жастағы әлі қан қысымына шалдықпаған адамдар, бұлар қандай да бір жолмен қан қысым ауруын алдын алуға бола ма? Бірінші айтатын нәрсе, дербес қан қысымы, яғни эссенциялы қан қысымының алдын ала алмайсың. Бірақ шөлімді басар сен бедің кәусар бұлағым үкіл ай қалқам үзілі жазда бұнады